Қымбатты білім алушылар, 6-да-1 тақырып проценттер. Өндірісте межеленген жоспардың орындалуы, заттың бағасының өсуі, кемуі, оқушылардың үлгерімдері және тағы сол сияқты шамалардың өзгеруі процент түрінде беріледі. 1% 100-ден 1 бөлік. Кез келген шаманың санның 100-ден 1 бөлігін 1% деп атау қабылданылған. Математикада процент сөзінің орнына мынадай белгі жазылады. Мысалы, 20% деген сөзді біз математикада 20% деген белгімен жазамыз. 1% 100-ден 1 бөлік. 100-ден 1 бөлік болып қабылданылған. Немесе 1% тең 0,100-ден 1 ондық бөлшек түрінде де жазуға болады. Ереже: проценттік өлшекпен немесе натурал санмен жазу үшін пайыз белгісі алдындағы процент санын 100-ге бөлу керек. Мысалы, 7%. Осы процентті біз санға айналдыру үшін проценттің алдындағы 7 санын 100-ге бөлуіміз керек. Ереже бойынша. Келесі. 300% санға айналдыру үшін проценттің алдындағы 300 санын 100-ге бөлеміз. 300-ді 100-ге бөлсек 3-ге тең. 15%. Проценттің алдындағы 15 санын 100-ге бөлеміз. 0,115 ондық бөлшек шықты. Келесі ереже: бөлшекті немесе натурал санды процентпен жазу үшін оны 100-ге көбейтіп, процент белгісін тіркеп жазу керек. Мысалы, 0,4 ондық бөлшегін процентке айналдыру үшін 100%-ке көбейтеміз. Және нәтижесінде 40% белгісін қасына тіркеп жазамыз. Тағы да бір мысал. 2 натурал санын процентке айналдыру үшін 100-ге көбейтеміз. 200% болады. 5-тен 2 деген жай бөлшекті процентке айналдыру үшін 100-ге көбейтеміз. 100 бен 5-ті қысқартамыз, 20 болады. 20-ны 2-ге көбейтетін болсақ, 40%. 1,3 ондық бөлшегін процентке айналдыру үшін 100-ге көбейтеміз. 130%-ті тіркеп жазамыз. 1087-ші есеп: процентті ондық бөлшекпен жазыңдар. Біріншісі. 1% тең болады 1/100. 1-ді 100-ге бөлсек 0,100-ден 1. 6% тең 6-ны 100-ге бөлеміз. 0,100-ден 6. 10% тең 10-ды 100-ге бөлеміз. 0,1. 25%. 25-ті 100-ге бөлеміз. 0,100-ден 25. 50%. 50-ті 100-ге бөлеміз. 0,100-ден 50. 75%.
75'ti 100'ge bölemiz. 0,175. 120%. 120'ni 100'ge bölemiz. 1,2. 170% тең 170'ti 100'ge bölemiz. 1,7. Екіншісі, процентті жай бөлшекпен жазыңдар. 2% тең 2'ni 100'ge bölemiz. 2'ge қысқарады 50. 50'ден 1. 5%. 5'ti 100'ge bölümün. 5'ge қысқарады 20. 20'dan 1. 20%. 20'ni 100'ge bölemiz. 20'ga қысқарады 1'ден тет. 5'тен тет. 5'тен 1. 80%. 80'di 100'ge bölemiz. 20'ga қысқарады 4'тен тет. 5'тен тет. 5'тен 4. 140%. 140'ты 100'ge bölemiz. 100'den 140. 180%. 180'di 100'ge bölemiz. 100'den 180. Жай бөлшегі шығады. 1088 есеп. Бөлшектерді процентпен жазыңдар. Біріншісі 100'ден 9. Процентпен жазу үшін 100%-ге көбейтеміз. 100-бен 100 қысқарады 9%. 100'ден 51. 100%-ге көбейтеміз. 100-бен 100 қысқарады 51%. 100'ден 93. 100%-ге көбейтеміз. 100'бен 100 қысқарады 93%. Оннан 1. Бөлшектің бөлімін 100'ге келтіреміз. 10'ды 10'ға көбейтеміз. Бөлшектің алымында бөлімінде 10'ға көбейткеніміз 100'ден 10 болады. 100%-ге көбейтеміз. 100'бен 100 қысқарады 10% болады. 20'дан 1. Бөлшектің бөлімін 100'ге келтіреміз. Ол үшін 5'ке көбейтеміз. Бөлшектің бөлімінде алымында 100'ден 5. 100%-ге көбейтеміз. 100'бен 100 қысқарады. Жауабы 5% шығады. Екіншісі 25'тен 1. Бөлшектің бөлімін 100'ге келтіреміз. Ол үшін 4'ге алымында бөлімінде көбейтеміз. 100'ден 4. 100%-ге көбейтеміз. 100 қысқарады 4% шығады. 5'тен 3. Бөлшектің бөлімін 100'ге келтіреміз. Ол үшін 5'ті 20'ға көбейтеміз және алымында 20'ға көбейтеміз. 100'ден 60. 100%-ге көбейтеміз. Процентпен жазу үшін 100'ді 100'ге қысқартамыз да 60% шығады. 10'нан 3. Бөлшектің бөлімін 10'ға көбейтеміз және алымында 10'ға көбейтеміз. 100'ден 30. Енді 100%-ге көбейтеміз осы бөлшекті. 100'ді 100'ге қысқартамыз. 30% шығады. 4'тен 3. Бөлшектің бөлімін 100'ге келтіреміз. Ол үшін 25'ке көбейтеміз. Бөлшектің алымында бөлімінде 100'ден 75. 100%-ге көбейтеміз.
100 бен 100 қысқарады да 75% шығады. 50-ден 1. Бөлшектің бөлімін 100-ге келтіру үшін 2-ге көбейтеміз және алымды 2-ге көбейтеміз. 100-ден 2. Енді 100%-ге көбейтеміз. Осы жай бөлшекті қысқарады. 100 бен 100. Жауабы 2% қалады. 1097-ші есеп. Алманың 20-дан 17-сі су. Алманың неше проценті су? 20-дан 17-ні көбейтеміз 100%-ге. 100 бен 20 қысқарады. 5-тен тет. 17-ні 5-ге көбейтсек 85%. Жауабы 85% су. Алма. Екінші есеп. Орам жапырақтың 10-нан 9-ы су. Орам жапырақтың неше проценті су? 100%-ге көбейтеміз. Жай бөлшекті қысқартамыз. 10-ды 9-ға көбейтсек 90%. Жауабы орам жапырақтың 90% су. 1098-ші есеп. Теңіз суының 5% тұз. Теңіз суының неше бөлігі тұз? Яғни 5%-ті санға айналдыру үшін 5-ті бөлеміз 100-ге. Яғни 0,5 бөлік тұз. Жауабы. Екінші. Жер бетінің шамамен 71% мұхиттар алып жатыр. Мұхиттар жер бетінің қандай бөлігін алып жатыр? 71%. Яғни 71-ді 100-ге бөлеміз. 0,171. Жауабы 0,171 бөлігін алып жатыр. Мұхиттар жер бетінің. 1105-ші есеп. Тік төртбұрыштың ауданы S-тен A көбейту V. Енді осы ауданын 200%-ге арттырған кездегі оның ауданы неге тең? S1, S2 деп алайық. Яғни осы жердегі аудан неге тең? Ол үшін бастапқы кездегі төртбұрыштың ауданы 100% деп алсақ, қазір 200%-ге артты дегенде екеуін қосамыз. Сонда 300%-ті береді. Енді осы 300%-ті біз санға айналдыру үшін 300-ді 100-ге бөлеміз. 3% артты. Келесі. Квадраттың ауданы S-тен A квадрат. Квадраттың ауданы 2 есе өсті. Бастапқыда оның ауданы 100%, яғни 1 бүтін деп алайық. Осы ауданы 2 есе өседі. 2 есе көбейту амалын орындаймыз, сонда 200%. Квадраттың ауданы неше процентке артты? Неше процентке артқан анықтау үшін қазір беріп отқан артқан кездегі квадраттың ауданы 200%-ке артқан кезі, енді ол бастапқы кездегі 100%. Осыдан екеуін ажыратып тастаймыз. Сонда 100% квадраттың ауданы 100%-ке артты. Оқушылар, егер де видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.